Рахмет, бауырым. Сақанадан саудаға ойысты деген осы ғой. О, қызырға қалыңыз қалай, амансыз ба? Қалай? Салды. О, Қасен аға мына тойдан шаршап, жақсылыққа жүгіріп жүрген кезде, мына кеште не болып қалды соншалық тез орал деп? Естімедің ба не? Не болып қалды? Жаңалық болып жатыр, жақсылық болып жатыр. Мына медеу саяжайын білесің ғой, дүркіреп. Иә? Осы мына қызыр досымыз, ақын досымыз, асаба досымыз өткізіп алды. Бұрын Қайрат ағанікі. Қайрат ағадан өткізіп алған. Бәрекелді. Мынау зор жаңалық болып тұр қызыр аға. Мінекей бұл бәрімізге таныс. Ортасы жақсы. Талайымыздың қуанышымызға ортақ болған медеу ғой бұл. Ал енді саған айтайық деген шаруа мынау. Мынау енді күнеште осы жарнама саласына жақсы үлес қосып өзің Рахмет. жүрген жігітсің. Осы қызыр ағаң үшін де бір қызмет өтіп жаңа парақшаға салып кішкене мына жерді. Бәрекелді. Осы жаңалық десе алмайсыз ба? Қызыр ағамызға екі ауыз сөзімізбенен жарнама қылып берсек не бопты? Азулы ақын ауылдың өлеңін айтып қаншама тойлардың ұйытқысы болып жүр. Жақсы болған екен қызыр аға. Мінекей. Айт жарайым. Рахмет, бауырым. Сақанадан саудаға ойысты деген осы ғой. Медеуді өзіңіз өткізіп алғаныңызға қанша уақыт болды қызыр аға? Иә, бауырым, медеуді өткізіп алған 10 күн болды. Одан бері тойлар өтіп жатыр. Тағы да заказдарды алып жатсыз? Алып жатырмыз 10 тойларын. 11-шеге де барды. Қайрат екеуміз ғана ауыстық. Бұрынғы істеп жатқан дасқылар, бұрынғы істеп жатқан балалар орынша істеп жатыр. Ой, бәрекелді. Одан кейін халық үшін, той үшін жақсы қызмет өтейміз. Сонымен бірге біздің осы медеу өткен тойларға талай тиімділігіміз бар. Қандай тиімділіктер? Қандай тиімділік дегенде бұл жерде өздерің секілді азулы асабалар, ақындар, Иә. мықты әншілердің бәрін осы жерден табылады. Бәрекелді. Онымен бірге құда қарсы алу, кіндік әке, кіндік шеше қарсы алу тегін. Оны өзім орналастырамын. Ал бәрекелді арқалағайын көптің көңілінен шығып, жақсылығына ортақ болып, қара қазанын асып, дәмін алдарыңызға тартып жүрген Күнес ауданындағы танымалы медеу саяжайы бүгін мінекей жарқын жаңалығымен бөліседі. Ол не дегенде бұрынғы Қайрат ағамыздың мінекей орнын бауыры болып, азулы ақындарыңыз, өзіміздің өнердегі ағамыз Қызыр Байболатұлы ағамыз өз қолына алып, ендігі сауданың тізгінін ұстамақшы. Әрине жаңалығымыз осы десе де тағайтарымыз ешқандай дәм өзгермейді, қызмет өтеуіміз өрелі, жақсылықтарыңызға, жаршы берекелеріңізге тамшы болатыныңызға сеніміміз кәміл. Медеуге келіңіздер, бар қуаныштарыңызды, жаңа тойларыңыздың шаңырағын көтереміз, уын қатасамыз, әнін әуелетеміз, күйін күмбірлетеміз. Барлық жақсылық бізден болады, келу сізден болады. Көріңіздер қанекей. Ай, бәрекелді. Мінекей. Қазақи өрнектермен нақышталған талай ардағы азаматтарды, ардақты аталарды, апаларды төрге отырғызып сыйлап, сыйменен, сырыменен бөліскен тамаша жер. Мынаған аз дегенде 20-дан артық адам отырады, е? Мына жаққа әндерін қойып билеуге де болады. Бәрекелді. Сосын мінекей, таза ауа менен шақпының ауызы, шақпының шығар аузындағы әдемі салқын самал желменен тамақтанып ортада отырасыздар. Болған соң өнерге борыштарымын мен елге жақсылыққа жаршы болып той өткіземіз көлемде. Қарсы аламыз қашанда, келіңіздер медеуге.